Сәлеметсіздер ме? Мен Қарақия ауданы Жетібай ауылы нөмірі 9 бастауыш мектеп дефектологы Аманқосова Гүлзибаш Алмасбайқызы. Бүгінгі педагогикалық идеялар фестиваліне өзімнің тың идеямды алып келдім. Ерекше білім беруге қажеттілігі бар бала, немесе инклюзия ұғымы әлемде кеше пайда болған ұғым емес. Алайда айтарлықтай жас екендігі рас. Елімізде соңғы 15 жылда пайда болған ескерсек, соның тек соңғы жылдарында ғана нақты жұмыстар жүргізіле бастады. Оған дәлел, Ақтау қаласында 2016 жылдан бастап арнайы сыныптардың жабылып, ерекше білім беруге қажеттілігі бар оқушылардың жалпы сыныптарға қосылғандығы. Бұл орайда ата-аналардың қуанышында шек болмады. Алайда мұғалімдердің алдында өте үлкен мақсаттар мен міндеттер пайда болды. Мақсат бұл тұлғаның саналы түрде мінсіз немесе нақты нәтижеге ұмтылысы, яғни тұлға белгілі бір мақсатқа жету үшін қадамдар ретінде ұйымдастырады. Ол қадамдардың дұрыс орындалу үшін сәйкесінше міндеттер қойылады. Бұл жерде қадамдар мен міндеттерді мақсатқа тиімді уақыт аралығында артық немесе негізсіз іс-әрекеттерді жасамай жетуге көмектесетін құралдар ретінде қарастыруға болады. Оқу үдерісінде де белгілі бір дағдыны меңгеру үшін оқу мақсатын, оған оңтайлы жету мақсаты қойылады. Сабақтың басты міндеті оқу мақсатын жүзеге асыру болғандықтан, сабақ жоспары толығымен оқу мақсаттарынан туындайды. Мақсаттар мен міндеттердің белгісіздігінен басқа, мұғалімдердің алдында ерекше білім беруге қажеттілігі бар оқушыларға қандай тапсырмаларды береміз, қандай тапсырманы ұсынамыз, оларды қалай бағалаймыз деген өте үлкен мәселелер туды. Бұл мәселелерді шешу үшін олар ғаламтор желілеріндегі шетелдік мұғалімдердің, шетелдік ғалымдар мен педагогтердің жасаған жұмыстарының үзінділерін оқушыларға беруге мәжбүр болды. Алайда ол берілген тапсырмалар оқушылардың қажеттіліктерін жабатынына ешкім сенімді болған жоқ. 50 жылда ғана ел жаңаратындығын ескерсек, бұл саланың әлі күнге дейін реформадан өтіп жатқаны және болашақта да өте үлкен, өте көптеген реформалардың болатындығына сенімдіміз. Және бұл реформаларды жаңарту үшін және де жасау үшін біздің, яғни арнайы мамандардың өте үлкен көмегі тиеді. Тиімді оқу мақсатын құрастырудың 5 қағидасы бар. Бұл смарт мақсаттар негізінде жасалған. Сол қағидаларға тоқтала өтсек. Нақты мақсат, өлшенетін мақсат, қолжетімді мақсат, уақытқа бағынатын мақсат және өзекті мақсат. Жоғарыда аталған мақсаттар жүйесі инклюзивті білім беруге қалай енгізуге болады? Инклюзивті білім берудің мақсаты қандай? Инклюзив сөзі кіріктіру, араластыру деген мағынаны білдіреді. Демек, оның мақсаты әртүрлі қиын жағдайларына қалған ұлтына, ұлысына, жынысына, жасына, денсаулық жағдайына қарамастан барлық тұлғаны қоғам өміріне араластыру, кіріктіру. Барша тұлға кедергісіз білім алу үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз. Стандартты оқу бағдарламасының аясында жасақталған стандартты оқу мақсаттарын инклюзивті оқу мақсатына айналдыруды өзіме меже етіп алу себебі практикамда кездескен қысқа мерзімді жоспар құрастыруда, сабақ мақсатын қоюда, балаларға дағдыларды жүйелі түрде меңгеруде туындаған қиындықтардың нәтижесінде инклюзивті оқыту дамыту мақсаттарды құрастыруды көздеді. Барлығы ерекше білім беруге қажеттілігі бар оқушыларға арналған орта мерзімді тапсырмалар жинағын жасаудан басталған болатын. Міне осы жинақтағы тапсырмаларды орналастыруда алдымен бала нені үйрену керек, одан кейін қандай дағдыны меңгеру керек, спорттық жаттығулар мен ойындарды тапсырманың қай бөлігіне қосамын деген сұрақтар мені оқыту дамыту мақсаттарын құрастыруға итермеледі. Оқыту дамыту мақсатын құрастыру барысында одан шығатын сабақтың мақсаты да айқын көріне бастады. Бұл мақсаттарға жету бірізділіктің арқасында қолжетімді болды. Сабақтың мақсаты дегеніміз оқушылардың сабақ нәтижесінде үйренетін дағдылары, білігі мен білімі, оқушылардың сабақ бойы жасаған жұмысының нәтижесі. Сабақ мақсаты оқушының сабақта не жасағанын көрсетпейді. Оның сол әрекеттерді орындау нәтижесінде не үйренгендігіне, нені меңгергендігіне болжау жасайды. Керісінше ерекше білім беруге қажеттілігі бар оқушылар үшін оқыту дамыту мақсатын құрастыруда оқушының биологиялық және психологиялық жас ерекшелігі, қалыптасқан дағдылары, қалыптастырылуы қажет дағдылары жиыны ескеріледі. Әрбір балада мектепке барғанға дейінгі қалыптастыру қажет дағдылардың тізімі міне мұнда көрсетілген. Алдымен бала өзіне өзі қызмет көрсету дағдыларын қалыптастырып үлгеруі керек. Одан кейін қоршаған ортаны тану, коммуникация және академиялық дағдылар қалыптасу керек. Осы дағдыларды қалыптастыру негізінде мектепке дейінгі кезеңде орын алатын іс-әрекеттер. Алайда кейбір балалардың даму ерекшеліктеріне байланысты бұл әрекеттерді қабылдауы немесе күнделікті дағдыға айналдыруы
қиындыққа соғады. Бұл жерде инклюзивті оқыту дамыту мақсаттары көрсетілген. Яғни жаңа алдында алынған мақсаттарды бір мақсаттық жүйе ретінде алып отырмын. Бірінші, өзіне өзі қызмет көрсету бөлігінде бала өзіне өзі қызмет көрсетудің қандай бөліктерін, қандай қағидаларын, қандай дағдыларын меңгеру керек. Сол айтылады. Қысқа мерзімді жоспарға енетін жаңа жолмен таныстыра өтейін. Бұл жерде қажеттілік. Бұл диагноз емес, немесе қорытынды емес, қажеттілік. Бұл қажеттілік нені өтейді? Мысалға, сабақтың тақырыбын алатын болсақ, қағазды түзу сызық қоюмен қиюға, жолақтарды кесіп алуға арналған жаттығулар. Бұл сабақтың тақырыбы. Енді қажеттілік қандай болады балада? Қажеттілігі өзіне өзі қызмет көрсету, көркем жазуға дайындалу, тонусты қалыпқа келтіру, назарды тұрақтандыру. Бұл жерде тақырыптан қажеттілік шыққан жоқ. Қажеттіліктен тақырып, қажеттіліктен сабақтың оқу мақсаты мен сабақтың мақсаты шыққан болатын. Мен аталған өзімнің мақсаттарымды осы оқу мақсатына I1-1-24 деп енгіздім. Бұл жерде түзу сызық бойынша фигураларды, заттарды қию деп алған болатын. Менде өзім дайындаған 4 мақсаттың әрбір бағытына арналған тағы бірнеше тармақшалары бар. Осы мақсаттарды пайдалану арқылы мен болашақта өз оқушыларымның өте үлкен нәтижелерге жететініне сенімдімін және осы нәтижелерді басқалармен бөлісуге дайынмын. Осы мақсаттарды басқа өзімнің әріптестеріммен бөлісіп, әрбір алдымызға келген ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалардың үлкен жетістіктерге жететіндігіне сенімдімін.